21 ғасырдың басынан бастап бүкіл әлем халықаралық қатынастарда күрделі кезеңді бастан өткеріп келеді. Және бұл жағдай жыл сайын шиеленісуде. Ұзақ жылдар бойы шешімін таппай келе жатқан қақтығыстармен қатар, бүгінде адамзат жер бетіндегі қауіпсіздікке нұқсан келтіретін жаңа қауіп қатерге тап болды. Кейде жаһандық дағдарысқа кептірейтін әлемнің түкпір-түкпірінде болып жатқан жанжалдар, сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің көптеген тақырыптары біздің елімізге де әсер етуде. Осы қысылтаяң шақта 2016 жылдың 28 маусымында Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы Қазақстанды Орталық Азия мен Тынық мұхиты аймағы елдерінен 2017-2018 жылдарға қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде сайлайды. Қазақстан ірі халықаралық ұйымдарға табысты төрағалық етуімен, сондай-ақ бірқатар маңызды бастамалармен әлемге кеңінен танымал. Олардың ішінде Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңес пен әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылар съездеріне шақыру, Иранның ядролық бағдарламасы бойынша келіссөздер және Сирия қақтығысын бейбіт реттеу туралы келіссөздер де бар. 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан 2017-2018 жылдарға арналған Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесінің құқын алды. Бірақ бұған дейін ұзақ әрі ойластырылған сайлауалды науқаны өткен болатын. Алғашында біз қауіпсіздік кеңесінің жұмысын терең зерттеп, алпауыт елдердің компаниялармен толығырақ таныстық. 2013 жылы кешенді жоспар әзірлеп, қауіпсіздіктің 4 бағытының синергиясын анықтадық. Оған ядролық, су, энергетикалық және азық-түлік қауіпсіздігі синергиясы кіреді. Жоспардың басым бөлігі ұйымдастыру жұмыстарынан тұрды. Бұл жұмысты парламент спикерлері атқарды. Сондай-ақ, бұл істің басым бөлігіне сенат спикері мен мәжіліс депутаттары қомақты үлес қосты. Басты жұмысты елбасымыз жүргізіп отырды. Қазақстандық миссияның жұмысы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне ұсынған қауіпсіз, әділ және гүлденген әлем құру үшін жаһандық әріптестікті нығайтуға қазақстандық тұжырымдамалық көзқарас деп аталатын саяси жолдауында айтылған 7 басымдыққа сәйкес жүзеге асырылды. Президенттің бұл үндеуі қауіпсіздік кеңесінің ресми құжаты мәртебесіне ие болды. Қазақстан экономикалық тұрғыда табысты бола бастағандықтан өзге елдерге де қол ұшын созуда. Мысалы, көрші жатқан мемлекеттерге көмек береді. Бұл қуантарлық жағдай. Сіздердің елдеріңіз әлемді жақсартуға көп үлес қосуда. Сондай-ақ қауіпсіздік кеңесіндегі сіздердің атқарған жұмыстарыңыз осы мақсатты көздеді. Бұл тұрғыда Қазақстанның даму жолында жұмсаған күш-жігерін мойындау өте маңызды. Біздің де олқы тұстарымыз жетерлік. Бұл құрама штаттарына да қатысты. Дегенмен Қазақстанның үлкен жетістіктерге жеткенін мойындауымыз керек. Well, I think Kazakhstan plays a leadership role in Central Asia. So I see Kazakhstan Меніңше, Қазақстан орталық Азияда жетекші рөл атқарады. Және экономикалық, білім беру әлеуетіне де ие. Ол өз азаматтарына инвестициялауға тырысады. Оларға әлемнің ең беделді университеттерінен білім алуға мүмкіндік беруде. Сондай-ақ өздерінде жоғары деңгейлі білім беру жүйесін құруға тырысуда. Қазақстанда еліне жұмыс істейтін талантты азаматтар өте көп. Қазақстан өзін ғана емес, өзге мемлекеттерді инвестициялауға қауқарлы. Мен 90-шы жылдары Қазақстанда тұрғанмын. Қазір ол мүлдем басқа. Мемлекет жақсы жағына өзгерді. Соны байқадым. Қазақстан Республикасы 1992 жылы Біріккен ұлттар ұйымының құрамына қосылды. Бұдан бұрын қауіпсіздік кеңесінің мүшесіне ешқашан сайланбаған. Орталық Азия елінің Біріккен ұлттар ұйымының тарихындағы алғашқы мүшелігі бүкіл өңір үшін өзекті және маңызды фактор. Қазақстан халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтауға маңызды рөл атқарды. Қазақстанды өз басым қауіпсіздік кеңесіндегі өте маңызды ойыншы деп санаймын. Және ол кеңестің барлық мүшелерімен қоян қолтық араласып, жемісті жұмыс атқарды. Қазақстандық дипломаттар қауіпсіздік кеңесінің әлеуетін барынша пайдалануға тырысты. Сондай-ақ әлемдік қоғамдастық назарын аймақтағы барлық елдерге көбірек аудартуға, әсіресе Ауғанстанға көңіл бөлініп, оның бейбіт өмірге оралуын нақты мақсат етіп алды.
Біздің миссиямыздың жұмысы барысында Қауіпсіздік кеңесінде Орталық Азия елдерінің сыртқы экономикалық ведомстволары басшыларының қатысуымен қауіпсіздік пен дамудың өзара тәуелділік үлгісі ретінде Ауғанстан мен Орталық Азияда өңірлік әріптестікті құру тақырыбына арналған пікірталас маңызды оқиға болды. Afghanistan, culturally, linguistically, historically, Ауғанстан мәдени, тілдік және тарихи тұрғыдан Орталық Азияға жатады. Әдетте біз оны Орта Азиялық ел ретінде қабылдаймыз. Негізінде солай. Дегенмен Орта Азия республикалары Ауғанстанның дұрыс бағытта ілгерілеуіне ықпалын тигізе алады. Қазақстан бұл тұрғыда тамаша жұмыс атқаруда. Сіздер өз елдеріңізде Ауғанстандағы әйелдеріне арналған конференция өткізіңіздер. Ауған студенттерін оқытып жатырсыздар. Сондай-ақ бұл қауіпсіздік кеңесінде осы елге назар аударту үшін өз уақыттарыңызды жұмсайсыздар. Соңғы 7 жылда алғаш рет Қазақстан миссиясы Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің барлық мүшелерінің Ауғанстанға сапарын ұйымдастырып, оларға елдегі орын алған жағдаймен жақынырақ танысуға мүмкіндік жасады. Сондай-ақ ел басшылығы мен экономикалық блок пен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерімен бірқатар кездесулер өткізді. Қазақстан Ауғанстанға іс-сапар ұйымдастырды. Бұл мұсылман елі. Біз ол жақтың жағдайын мұқият бақылап отырамыз. Бұл ел көптеген қиындықтарды бастарынан өткеріп келеді. Алайда, ол жаққа іс-сапар барысында кеңес мүшелері президентпен, премьер-министрмен және министрлермен кездесті. Яғни, біз ақпаратты тура өздерінен алдық десек те болады. Сіздердің елдеріңіздің Ауғанстанға іс-сапар ұйымдастыру қауіпсіздік кеңесіндегі маңызды жетістіктердің бірі. Қазақстан Ауғанстанды бүкіл Орталық Азия үшін тиімді экономикалық серіктес ретінде қарастырып, осы елге су, энергетика және азық-түлік қауіпсіздігі мәселелерін шешуде инфрақұрылымдық және транзиттік көліктерді дамытумен қатар жан-жақты көмек көрсетуді ұсынуда. Бұл шаралар әлемнің осы бөлігіне тұрақты және қауіпсіз орта құруы үшін қажет. We supported the candidacy of Kazakhstan to the Security Council and we were very pleased. Біз Қазақстанның кандидатурасын өзіміздің аймақтың өкілі ретінде қолдадық. Ол расында да бізді жақсылап таныстырды. Қазақстан Орталық Азиядағы Ауғанстанның дамуы мен қауіпсіздігіне баса назар аудара отырып, біздің елге сапарлар мен министрлік деңгейдегі кездесулерді ұйымдастыруға үлес қосты. Осының нәтижесінде қауіпсіздік кеңесі Ауғанстанға басқа жағынан көңіл бөліп, оны дамытудың амалдарын қарастыра бастады. Басқа да Орталық Азия республикаларымен бірлікте біз көптеген аймақтық мега жобалар бойынша жұмыс істейміз. Мысалы, ТАПИ жобасы бұл Түркменстаннан Ауғанстанға, Пәкістанға және Үндістанға жүргізілген газ құбыры. Біз сондай-ақ Ауғанстан, Түркменстан, Әзербайжан, Түркия, Грузияны қамтитын және оған Еуропаға апаратын бүкіл жолы қосылған Лапис-Лазули сауда транзиттік дәлізін іске қосып жатырмыз. Бұл біздің экспортымызды Еуропа нарықтарына шығаратын жол. Сондай-ақ Қырғызстан мен Тәжікстаннан Ауғанстан мен Пәкістанға 1300 мегавольт электр энергиясын импорттауға мүмкіндік беретін Каса 1000 жобасы да бар. Барлық осы жобалардың белсенді түрде алға жылжуы Қазақстанды қауіпсіздік кеңесінде біздің өңіріміздің нақты өкілі ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Біз ешқашан өзімізді назардан тыс қалған ел ретінде сезінбедік. Қазақстанды біз маңызды аймақтық ойыншы ретінде бағалаймыз. Қауіпсіздік кеңесінің мүшелері мойындағандай, Орталық Азия бүгінгі таңда Қазақстанның қауіпсіздік кеңесіндегі 2 жылдық жұмысы барысында белсенділік танытуының арқасында танымал әрі түсінікті бола бастады. Субаймақтық, аймақтық көзқарас бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуде маңызды факторға айналып отыр. Өйткені шекараға қатысты көрші елдердің біреумен қандай да бір мәселе болса, бейбітшілік пен қауіпсіздікке қол жеткізу мүмкін емес. Сіз өзіңізді ешқашан қауіпсізбін деп сезінбейсіз. Қауіпсіздік кеңесінің бүгінде күн тәртібінде қаралатын мәселесінің 75% Африкадағы, әсіресе ұзаққа созылған Орталық Африка Республикасы, Конго Демократиялық Республикасы, Бурунди, Судан, сондай-ақ Оңтүстік Судан, Мали, Ливия, Сомали сынды елдердегі қақтығыстарға арналған.
Қауіпсіздік кеңесінің мүшелері Қазақстанды Сомали мен Эритрея жөніндегі комитеттің төрағасы ретінде өз жұмысын айтарлықтай жақсы атқарды. Қазақстанның басқаша айтсақ, нәтижесінде Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің Эритреядан 9 жылдық санкцияларын алып тасталуына үлкен үлес қосты. Менің қауіпсіздік кеңестегі ең бақытты сәттерімнің бірі Қазақстанмен байланысты. Өйткені мен ветоны қолдандым. Бұл аса қуанышты оқиға емес. Өкінішке орай кейде одан қашып құтыла алмайсың. Есесіне мен сақтандыру санкцияларын қауіпсіздік кеңесінің ұзақ мерзімді тәжірибесінде алғаш рет алғызып тастадым. Өкінішке орай, елде қауіпсіздік кеңесінің санкцияларын енгізу оларды алдыртудан әлдеқайда жеңіл. Жақында Эфиопия, Эритрея және Джибути арасындағы қарым-қатынастарының жақсаруына байланысты Қазақстан мен оның тұрақты өкілі Сомали мен Эритрея қатынасы жөніндегі комитеттің төрағасы Қайрат Омаровтың күш салу арқасында біз Эритреяға қойылған санкцияларды алып тастай алдық. Эритрияны халықаралық оқшаулау жылдары осы елдің ресми тұлғаларының санкциялар жөніндегі комитеттің төрағасымен алғашқы кездесуінен кейін аяқталды. Санкциялардың күшін жою кездесе бермейтін сирек оқиға. Алайда, ол Қазақстанның қауіпсіздік кеңесіне мүшелігі кезінде жүзеге асқанын әрдайым есте сақтаймыз. Қауіпсіздік кеңесі санкциялардың халыққа әсер етпейтінін айтады. Алайда, оның салдары бізге теріс әсер етеді. Көптеген елдер санкция сөзін естігенде, қаруды әкелуге тыйым салуға қатысы бар ма, әлде бұл экономикалық эмбарго ма деп бас қатырғылар келмейді. Мысалы, біз балаларға арнап вакцина әкелгіміз келген. Алайда тұрақты рейстерді пайдалана алмадық, өйткені рұқсат жоқ болды. Біз чартерлік рейсті жалдауға мәжбүр болдық. Сондай-ақ, елге санкция қолданылғанын білгендер бізбен іскерлікті ары қарай дамыту мүмкін болмайтынын түсінеді. Санкцияларды алып тастау біз үшін де, өңір үшін де мықты импульс. Қақтығыстарға емес, елдің дамуына көбірек көңіл бөлінеді. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Санкциялар, жалпы кез келген санкциялар тиімді құрал ма? Санкцияларды қолдану нақты деректерге, дәлелдемелерге негізделуі тиіс. Санкцияларды саяси себептер бола қоюға болмайды. Қазақстан миссиясы комитет төрағасының Сомалиге, Джибутиге, Эфиопияға және Кенияға баратын іс-сапарларын алғаш рет ұйымдастырды. Как раз это было время. Тап сол уақытта Эфиопияның басшылығы өзгеріп, жаңа премьер-министр тағайындалған болатын. Содан бізбен әңгімелесу барысында ол мен достық қолын созғым келеді. Осы аймақпен ынтымағымызды жарастырғым келеді деген болатын. Осылайша Эфиопия басшылығының жақсы саяси ерігі және Эритреяның санкциялардан босауы Африкадағы барлық елдердің бірлесуіне ықпал етті. Бұл жақындасудың барлық құрлық үшін маңызы зор. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 70-ші сессиясында сөйлеген сөзінде халықаралық қоғамдастықты 2045 жылға қарай, яғни Біріккен ұлттар ұйымының 100 жылдық мерейтойына орай зомбылықтан азат әлемге қол жеткізуге кепіл беретін күн деп белгілеуге үндеген болатын. Адамзат соғыстардың алдын алу және қақтығыстардың салдарын еңсерудің ескірген тәсілдері мен оларды мән мағынасыз ететін жаңа даму стратегиясына өтуге тиіс. Ол үшін алыстағы болашаққа батыл көз салып, Біріккен ұлттар ұйымының 100 жылдыққа толатын кездегі әлемнің қандай болатынына көре білуіміз керек. Мен жер бетіндегі өркениет таяудағы 30 жылда соғыстар мен қақтығыстардың шиеленген түйінін даналықпен тарқату үшін күш-жігер таба алатынына сенемін. 21 ғасырда адамзаттың ең басты міндеті әлемді соғыс қатерінен мүлде арылатын және оның себептерін жоятын стратегияны жүзеге асыруға тиіс. Сол үшін Біріккен ұлттар ұйымының 100 жылдығына жаһандық стратегиялық бастама 2045 жоспарын әзірлеуді ұсынамын. Қазақстанның осы бағыттағы жұмысының ең маңызды нәтижесі ол еліміздің бітімгершілік қызметке қатысып, жаңа тәжірибелік кезеңге өтуі. Қазақстанның біздің жұмысымыздың тиімділігін артыруға әлеуеті зор. Сондай-ақ мобильділік жағдайды толыққанды білу, қорғанысты күшейту сынды бітімгерлік қызметтің әртүрлі салаларында бізге көмектеседі. Біз үшін тағы бір аса маңызды болып саналатын сала бар, ол бітімгершілік операцияларындағы әйелдер санының ұлғаюы. And I think they are doing very well.
I must also point out that Kazakhstan has been one of the very Қазақстан early adopters бітімгершілік of the қызметтеріне Action for ерікті түрде Peacekeeping қатысу туралы Declaration and декларацияны ең бірінші also қабылдады. one of the Сондай-ақ, countries Қазақстан әскери which has, күштерінің тәртіп бұзу көрсеткіші had болар-болмас cases елдердің of бірі. conduct and discipline violations. And of course, I am happy that Kazakhstan is also a signatory to the Сіздердің елдеріңіз бұның әскердегі жыныстық эксплуатация мен зорлық-зомбылықты жою жөніндегі құжатына өз еркімен қол қойды. Қазақстанның бұл әрекеті расымен мені қатты қуантты. Келесі жылы Қазақстан бітімгершілік операцияларды жетілдіруге арналған жаңа технологияларды қолдану бойынша серіктестік симпозиумын өткізетін алғашқы дамушы ел болмақ. peacekeeping. Қазақстан үшін бұның бітімгершілік күштері жұмысына қатысу қаншалықты маңызды? Ну, во-первых, Біріншіден, бұның әрбір мүшесі бейбітшілікті қолдау ісіне қатысуға және бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларына қатысуға міндетті. Президент бекіткен стратегиялық құжаттарға сәйкес, қарулы күштердің басты міндеттерінің бірі халықаралық ауқымдағы іс-шараларға қатысу. Мероприятиях международного масштаба и, кроме того, очень важно Сондай-ақ қарулы күштер үшін тәжірибе жинақтау өте маңызды. Біріккен ұлттар ұйымының Ливандағы уақытша күштерінде қазақстандық әскерилер алғаш рет басқа елмен әріптестікте қызметтерін өтеуде. 120 қазақстандық әскер ЮНИФИЛ үнді батальонында күнделікті қызметтеріне кірісті. Мен Қазақстанға біздің батальонымыздың құрамы ретінде аса бір құрметпен қараймын. Мені айтпағым қазақстандық контингент пен оның командалық құрамының даярлық деңгейіне менің көңілім толды. Біз бірлескен жаттығулар өткіздік. Соның арқасында бір-бірімізді дұрыс түсініп, Ливанның оңтүстігіндегі бейбітшілікті қолдау операцияларының ерекшеліктерін бір-бірімізге түсіндіре алдық. Қазір біз өте ұйымшыл командамыз. Қазақстандық топ менің контингентімнің бір бөлігі, сондықтан әрине сіздерге айтарым, оларға қолдау көрсетіледі. Во время подготовки Дайындық барысында біз Үндістан Республикасына барып, бір-бірімізді зерттедік. Мы изучали их особенности. Олар біздің менталитетімізді зерттеді, біз олардың ерекшеліктерін зерттедік. И мы Жеке құрам түгелдей, бүгін біздің туды көтеру рәсімін мақтанышпен тамашалады. Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік күштерінің Ливан мен Израиль шекарасында болуының болашағы қандай болмақ? Біз Қазақстанның үнді батальонмен бірлікте жұмыс істейтіндігін мақтан тұтамыз. Соңғы 12 жылда біз осы аймақтағы тұрақтылықты бақылап, сақтап келеміз. Болашақта біз бұл жерді тастап бақылауды Ливан әскери күшінің қарамағына өткіземіз деген үміттемін. Әрине бұл жағдай екі ел, яғни солтүстік пен оңтүстік жақ көгілді сызыққа қатысты құжаттарға қол қойғанда немесе уақытша болса да бітімге келгенде ғана жүзеге асады. Таяу шығыстағы жағдай туралы ойларын сол жердің тұрғындары айтып берді. Неге олар осы аймақта соғысып, оны күйретіп жатқандарын түсінбеймін. Сирияда және Иракта да осы жағдай. Біз бейбіт өмір сүруіміз керек. Маған мысалы, сіз христиансыз ба, суннитсіз бе, мұсылмансыз ба немесе шиитсіз бе, ол маңызды емес. Менің анам шиит, әкем суннит, әжем христиан. Біздің кітабымыз бір, Құдайымыз бір. Сіз өз еліңіз үшін нені армандайсыз? Мен бәріміз үшін, және бүкіл айналамыздағы Ирак пен Сириядағы адамдар үшін бейбітшілік орнайды деп үміттенемін. Мен соғыстың аяқталып, барлығы бейбітшілікте өмір сүруін, адамдарға тек бейбіт өмір сүруіне жол берулерін тілеймін. Бұл соғыста ешкім өзін бақытты сезінбейді. Балалар қаза тауып, барлығы күйреуде. I born in Haifa. Мен Хайфада дүниеге келдім, сосын 1949 жылы Бейрутқа көшіп кеттік. Содан бері соғыстардан, әртүрлі соғыстардан көз ашпадық. Бейбітшілік орнай ма, қалай ойлайсыз? Бәлкім оған ұзақ уақыт керек шығар, білмеймін. Мыңдаған палестиндік туған жерінен қолда. Олар үшін бұл тығырықтан шығар жол жоқ. Мен Израиль мен палестиндіктердің арасындағы негізгі мәселе шешілуі тиіс деп ойлаймын. Қалған мәселелерді шешу оңайырақ қой. Палестиндіктердің бейбіт өмір сүруіне, олардың құқықтарын қалпына келтірілуіне мұрсат беріңіздерші. Бұл халық өмір бойы Палестин жерінде тіршілік еткен.
Қазақстанның бітімгерлік қызметінің тағы бір мысалы Астанада Сириядағы дағдарысты реттеу жөніндегі келіссөздер алаңын ұсынуы. The leadership of Kazakhstan has been shown in different areas in the Қазақстанның көшбасшылық қабілеті қауіпсіздік кеңесі аясындағы жұмысы барысында байқалды. Ол тек бұның нақты принциптерін қолдайтынын білдіретін тек сөз жүзінде ғана емес, іс жүзінде дәлелдеп, бүкіл әлемде бейбітшілік пен тұрақтылықты орнатуға қатысты үлкен мәселелерді шешуге белсенділік танытты. Осыған орай, Қазақстанның Астана процесінде Сириядағы соғыс салдарын жеңілдетуге бар күш-жігерін салғанын атап өткім келді. Алайда астаналық үдеріс туралы басқа пікірлерде жоқ емес. Астаналық үдеріс Қазақстанның әлемдік деңгейде өзінің көшбасшылық қабілетін танытуының дәлелі. Менің ойымша Қазақстан Республикасы өзін әлем елдерінің алдында Ауғанстан, Сирия немесе ядролық қарусыздану сияқты ірі мәселелерді шешуге арналған орын ретінде көрсетуге тырысып келеді. Сондықтан біз Қазақстанның соғысшы тараптарды жинауға тырысып, ауқымды жұмыс атқарғанын Астана үдерісінің сәтсіз болуымен шатастырмауымыз керек. Бұл сіздер күйреуге ұшырады дегенді білдірмейді. Қазақстан тараптардың басы қосып, шешім табуына барлық мүмкіндікті жасады, дегенмен ағылшын тілінде сіз атқа су әкеле аласыз, бірақ оны ішуге мәжбүрлей алмайсыз деген нақыл сөз бар. Басқа да қадағалаушылардың пікірінше Астана Толкстың бірегейлігі әскери дағдарыстың ұзақ жылдарында алғаш рет екі қарама-қарсы күресуші тараптың келіссөздер үстелінде отыру сәті. Өйткені олар бұған дейін шынайы өмірде бір-біріне тек қарудың дәлдегішімен ғана қараған тараптар. Нәтижесінде әскери қақтығыстың күшейген аймақтарына қатысты маңызды келісімдерге қол қойылды. Without the Kazakh hospitality, we wouldn't have been here for quite some time, achieving some progress. Келіссөздердің әрбір кезеңін өткізу барысында Қазақстанның қонақжайлылығын сезінбесек, Астана үдерісінің келісімдерін жүзеге асыруға, әсіресе деэскалация аймақтарын құруға қатысы бар осындай жетістікке жете алмас едік. Ашығын айтқанда, біз қысқа мерзімде, 2 жылдан аз уақытта Астанада қол жеткізгенімізді мақтан тұтамыз. Ең бастысы, бұл үдерістің арқасында бейбіт тұрғындар арасында шығындар азайды. Біз осы кездесулерді ұйымдастырған үшін Қазақстан халқы мен жоғары мәртебелі президент Нұрсұлтан Назарбаевқа алғысымыз шексіз екендігін білдіреміз. Астаналық үдерістің нәтижесінде Сирия оппозициясы қалыпты және радикалды болып екіге бөлінді. Сонымен қатар оппозициялық далалық командирлері Сириядағы игі құрамасы мен Аль-Каиданың бөлімшесіне қарсы біріккен майдан ретінде қарсы тұру туралы келісімге қол қойылды. Әлемдегі ахуал Астананы Сирия келіссөздерінің орны ретінде таңдаумен ұштасты. Біз бұған бірнеше себептерге байланысты қуана аламыз. Біріншіден, мұсылмандардың көпшілігі осында өмір сүреді. Екіншіден, ол әлемнің барлық режимдерінен бейтарап орналасқан. Біз президент Нұрсұлтан Назарбаевқа, сондай-ақ сыртқы істер министрлігіне және барлық қазақстандықтарға келіссөздер үдерісін жеңілдетуге жәрдемдескеніне және жағдайды қамтамасыз еткені үшін алғыс айтамыз. Сирия үкіметінің делегациясы мен қарулы оппозициядан бөлек келіссөздерге Біріккен ұлттар ұйымы, ақш, Еуропалық одақ, Франция және Иорданиядан келген бақылаушылар да қатысты. Астана Толкстың кепілгері Ресей, Түркия, Иран болды. Әрине, Астаналық үдерісінің жалғасын табуы Ресей мен Түркия, әсіресе Иран қатысушылары үшін маңызды екені сөзсіз. Иранның ақшпен және басқа да елдермен қарым-қатынасының салдары Иран үшін біраз қиындықтар тудырады. Олар, яғни Иран, жетекші рөл атқаратын келіссөздерге қатысу қиынға соғады. Меніңше, Сириядағы дау-жанжалды келіссөз үдерісінде Иранның қатысусыз шешу мүмкін емес. Қазір оның жалғыз мүмкіндігі бар. Оны тек Астанадағы үдеріс арқылы орындауға болады. Мәселен, егер әлдекім Иранды қосатын бұдан да басқа форматты ұсынса, онда оған мән берген жөн. Мен Астана үдерісін дипломатиялық күш-жігердің кең портфолиосының құрамдас бөлігі деп білем. Әрине, бұл өте маңызды.
Астанадағы келіссөздер барысында тұтқындармен алмасу туралы келісімдерге қол қойылды. Осы бағытта жұмыс топтары құрылып, белгілі бір нәтижелерге қол жеткізілді. Сондай-ақ көтерілісшілер басқаратын аймақтарға гуманитарлық көмек жеткізу туралы келісімге келді. Мен Сирия халқының мүддесі үшін қарсы күресетін тараптарды біріктіруге талпыну мақсатында бар ынтасын салған Қазақстанды қолдап, оған қошамет көрсетемін. Өйткені ең бастысы Сирияда тұратын халық болашақта елін қандай күйде көргісі келетіндеріне өздері шешеді. Қазақстан бейтараптықты, дипломатияны және ыңғайлы жағдайларды қамтамасыз етудің жалпы қағидаттарын ұстана отырып, дәстүрлі еуропалық державалардан алыс бейбіт келіссөздер үшін сәтті платформа құра алды. Сириядағы жан түршігерлік қақтығыстар кеңестің күн тәртібінде оның басталған сәтінен бері талқылана бастады. Оны шешуде Қазақстанның маңызды рөл атқарғанын біз білеміз. Сондай-ақ 2 жыл бойы Астана келіссөздерін ұйымдастыру БО басшылығының арнайы хабаршысының басқаруымен өтетін Женева үдерісінің қосымшасы болып табылады. Мы неоднократно с самого начала Астанинского процесса подчеркивали, что Астанинский процесс имеет отношение. Біз бастан бастап Астана үдерісінің ұрыс қимылдарының тоқталуына, деэскалация аймақтарын құруға және сенім шараларын жүзеге асыруға қатысты мәселелерге тікелей қатысы бар екенін айтқанбыз. В практику мер доверия. Саяси үдеріс біріккен ұлттар ұйымының қолдауымен жалпы танылған негізгі Женева алаңында болуы тиіс. Бұл Қазақстанның басты ұстанымы. Это принципиальная позиция Казахстана. Астана үдерісі сириялықтарға қалай әсер етті? Соғыс кезінде олар қалай өмір сүрді? Қазір қалай өмір сүруде? Біз тікелей Сирияда тұратын адамдардан сұрап білдік. During the crisis, the life was so miserable here because there was no electricity, no water, a lot of many everything's. Дағдарыс кезінде өмір сүру қиын болды. Өйткені электр су тапшы болды. Көптеген маңызды нәрселерді, инфрақұрылымды оппозиция бұзды. 2 жыл бұрын әскери қимылдар тоқтатылғаннан кейін, Алеппоның шығыс бөлігін босатқаннан кейін, ахуал жақсарып келеді. Аллаға шүкір. Қазір бізде электрда суда бар. Өмір қайтадан басталғандай. Дағдарыс кезінде күндізгі сағат 4-тен кейін сыртқа шыға алмадық. Жиі үйде жұмыс істедік. Қазір адамдар өздерін қауіпсіз сезінеді. Олар түнгі сағат 2-ге дейін цитадель айналасында серуендейді. Күн сайын жағдай жақсарып келеді. Қалпына келтіру басталды. Жағдайдың бұдан да жақсаратына үміттенемін. Мен барлық сириялық босқындарды үйлеріне қайта оралуларына және елді бірге қайта қалыптастыруға шақырамын. Мен сириялық араб әскерлерінің сарбазымын. Біз мұнда елдің тыныштығын бұзып, оның көрінісін және жан дүниесін өзгерткісі келетін Даеш, Джабхат аль-Нусра және басқа да содырларға қарсы соғысамыз. Бұл біздің Сирия азаматтары ретінде өтейтін борышымыз. Біз Женева мен Астанадағы келіссөздердің жақсы нәтижелер әкеліп, бейбітшілікке жеткізетініне әлі де үмітіміз бар. Біз бейбітшілікке мұқтажбыз, бірақ ол тек екі жақтың, сириялықтардың сириялықтарымен, барлық шетелдіктердің ықпалынсыз, немесе араласуынсыз келіссөздер болу керек. Астанада Ресей, Иран және Түркия соғысының қайғалы аяқталуын шектеу мақсатында деэскалация аймақтарын құру туралы бір қатар маңызды келісімдер жасалды. Олар тұтқындармен алмасуды және басқа да аспектілерді талқылайды. Және олар нақтылы түрде Женевада бұл басшылығымен жүргізілуі тиіс саяси бағытты қолдайтынына үміттенеді. Бұл басынан бастап Астанадағы келіссөздерге қатысып келді. Сондай-ақ біз Қазақстан үкіметін Астананы жердегі бейбітшілікке арналған алаң ретінде ұсынған бастамасы үшін құттықтаймыз. Сириядағы қақтығыстарды бейбіт жолмен реттеу, ЮНИФИЛ құрамындағы бітімгершілік операцияларына қатысу, Біріккен ұлттар ұйымының Алматыдағы қазақстандық бітімгершілік операцияларға дайындау бойынша Казцентр оқу-жаттығу орталығының сертификаттауына қатысу бойынша келіссөздер өткізу және басқа да бастамалар қазақстандық дипломаттар мен әскери қызметкерлер үшін
баға жетпес тәжірибе болып табылады. Терроризм географиялық шектеуге бағындайды. Жанкешті лаңкес әлемнің кез келген жерінде жарылуы мүмкін. Лаңкестіктің дауысы жоқ, ол қорқыныш тілінде сөйлейді. Лаңкестердің бет жүздері болмайды, олар бетпердемен тұмшаланған. Лаңкестік тіпті анықтамасы жоқ. Террор әрдайым өз құрбаны ретінде бейбіт тұрғындарды таңдайды. Бұл жағдай 2012 жылы болған. Сыртқа серуендеуге шыққан болатын. Кенеттен жарылыс болды. Бір көліктің жанынан өтіп бара жатқанымда сол көлік жарылып кетті. Мен 15 күннен кейін ауруханада көзімді аштым. Бет жүзімде сау тамтық қалмаған. Адам шошырлықтай. Маған ота жасап дәрігерлер менің бетімді қалпына келтіруге тырысты. Содан бері басым жиі ауырады. Адамдар білім алуы керек. Әлеуметтік, қоғамдық және саяси өмірге араласып, лайықты еңбек ету құқығына, бір-бірімен қарым-қатынас жасау мүмкіндігіне ие болулары тиіс. Көптеген елдерде, соның ішінде Құрама Штаттардағы азаматтар радикалдандырылған. Біздің мойындауымызға тура келетін маңызды нәрселердің бірі Қазақстанда мықты радикализацияның жоқтығы. Біздің сіздерден үйренетініміз осы. Менің ойымша, бұл экономикалық даму мен саяси қатысуды қиыстыру нәтижесі. Бұл дегеніміз адамдардың қоғамнан шеттетілуі емес, керісінше қоғамдағы орның бар екендігі және оны сезіне алуы. Менің ойымша, бұл арнаулы қызметтер мен полицияның да жұмысын комбинациялау. Бірақ арнайы қызметтер полиция және әскери қызметтердің жұмысымен ғана шектелмейді. Біріккен ұлттар ұйымында қазақстандық миссия қауіпсіздік кеңесінің Сомали, Эритрея, ИГИЛ, Даиш және Аль-Каида және Талибан бойынша 3 санкциялық комитеттің төрағасы ретінде контртеррористік трек бойынша белсенді жұмыс атқарды. Ауғанстанды мысал ретінде алып, лаңкестіктің ауғандықтар құқықтарына қалай әсер еткенін, күнделікті өмір сүру құқығын қалай бұзғанын бақылаймыз. Біз үшін Аль-Каида, ислам мемлекеті содырлары және Талибан мүшелері бірдей. Біз оларды лаңкестер деп танимыз. Олар Ауғанстан халқының негізгі құқықтарына, өмір сүру құқығына қол соғып, бүкіл аймаққа қауіп төндіреді. Біз аймақтағы басқа елдерде оларды дәл осылай қабылдауларын қалаймыз. Талибанды Даишпен күресуге пайдалануға болмайды, немесе басқа топпен күресу үшін Даишты пайдалануға болмайды. Өйткені лаңкестер бұл саясатты өз мақсаттары үшін пайдаланулары мүмкін. 2018 жылдың қыркүйегінде Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 73-ші сессиясы аясында Біріккен ұлттар ұйымының қамқорлығымен мемлекеттердің жаһандық контртеррористік коалициясын құру және 8-ден астам мемлекет қол қойған. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бойынша лаңкестіктен азат етілген бейбітшілік үшін жүріс-тұрыс кодексі қабылданды. Біз тек адамдарға лаңкестікке қарсы күрес ұғымын түсіндіруге тырысамыз. Лаңкестікті қаржыландырмай, шетелдік жауынгерлерді бүкіл әлем бойынша қозғалуына ынтыландырмай, үкіметтерді мәжбүрлеп өзгертуге болмайды. Әдетте бұл терроризм мәселесінің негізгі болуы мүмкін. Терроризм бұл табиғи апат емес, ол адамдардың ойлап тапқан залалы. Оны тек барлық елдердің адамдардың бірлескен күш жігерімен ғана жеңуге болады. Kazakhstan was extremely helpful in New York within the Security Council. Қауіпсіздік кеңесінің аясында Қазақстан Нью-Йоркте бізге өте маңызды көмек көрсетті. Менің елімде жұмыс істейтін көптеген шетелдік лаңкестер Түркменстаннан, Қазақстаннан, Тәжікстаннан, Өзбекстаннан, Шешенстаннан және басқа да Кавказ республикаларынан келді. Сол себепті. Бұл содырлардың бізде не үшін жүргендерін білу Қазақстанның мүддесінде. Сирия мен Иракта жұмыс істейтін шетелдік жалдамалылардың бұл құбылысы көптеген елдер үшін халықаралық, жаһандық маңызға ие. Мен сіздердің елдеріңіз ұсынған терроризмге қарсы әрекет ету кодексіне қол қою құрметіне ие болдым. Біз бұл бастамаға толық қанағаттанғандықтан қолдаймыз. Біз осы кодекстің хатын қабылдаған халықаралық қоғамдастықтың толыққанды мүшесі болдық. Себебі бұл лаңкестікке қарсы күресті әділетті талап етіп, оны саяси мақсатта пайдаланбайтын құжат. Даму бүгінгі таңда бейбітшілік пен қауіпсіздіктің маңызды элементі. Экономикалық дамусыз мемлекеттің тұрақтылығын қамтамасыз ету оңайға соқпайды. Бұл Қазақстанды қауіпсіздік кеңесіне мүшелік ету кезіндегі жанжалдарды болдырмау және олардың түпкі себептерінің алдын алуға рұқсат ету бойынша үш бірлікті стратегиясы.
Қазақстанның даму мен қауіпсіздік арасындағы өзара байланыс идеясын қолдауға бағытталған күш-жігер жоғары бағаға лайық екенін атап өткім келеді. Бұл сіздердің 2 жылда тек қауіпсіздік кеңесінде ғана емес, сондай-ақ БО-ның барлық қызметінде алға тартқан басты идеяларыңыз. Қазақстан осы ұстанымды ұстанады. Тек орталық Азияда ғана емес, бүкіл әлемдегі қауіпсіздікті арттыру мақсатындағы дамуды жеделдету аса маңызды. Бұл стратегия ғаламшардың әртүрлі бөліктерінде өте қолайлы. Сондай-ақ үлгі болудың барлық негіздеріне ие. Оның негізгі элементі әрбір аймақтағы қауіпсіздікті, даму мен бейбітшілікті қамтамасыз ету. Сондай-ақ орталықта да, далада да Біріккен ұлттар ұйымының үйлестірілген әрекеттерін құру. Бүгінгі таңда Қазақстанның оңтүстік астанасында Біріккен ұлттар ұйымының 14 бағдарламасы мекемесі жұмыс істейді. Сондай-ақ олар көп салалы және субөңірлік мандаттарға ие. Осылайша Алматы іс жүзінде Біріккен ұлттар ұйым агенттіктерінің аймақаралық орталығы болып саналады. Мұнда бітімгершілік хабы құрылып жатыр. Оған деген сұраныс алдағы жылдары тек арта түспек. Алматыда халықаралық ұйым үшін заманауи ғимарат бөлінді. Біріккен ұлттар ұйымының хабы бүкіл орталық Азия аймағының ортақ мәселелерін шеше отырып, Біріккен ұлттар ұйымының реформасы бойынша жұмыс істейді. Бұл орталық тұрақты дамуға, гуманитарлық және бейбітшілікті қолдау, апаттар қаупін азайту саласындағы жұмысты үйлестіреді. Біздің әлеміміз қарқынды түрде өзгеріп келеді. Жаңа технологиялар, жасанды ақыл-ой, жоғары жылдамдықты темір жолдар пайда болуда. Сонымен бірге әлемге жаһандық қауіп-қатерлер төніп тұр. Қаржы нарығы тұрақсыз, экономика баяу дамып келеді. Әлем бір тұтас болуды тоқтатса да, бірақ көп қырлы бола алмады. Осыған орай біз халықаралық құқықтың бұзылуын, агрессияның, тез өзгеретін демографиялық жағдайды, жаһандық жылынуды, экологиялық мәселелерді байқаймыз. Белгісіздік пен хаос басқару институттарына сенімсіздік тудырады. Олар қарқынды дамып келе жатқан технологиялық инновацияларға сай емес. Біріккен ұлттар ұйымының жүйесі 21 ғасырдың қауіп-қатерлеріне жауап бере ме? Меніңше, заманауи барлық мәселелер бұуда кеңінен қарастыру үшін талқылану керек. Алайда, нақты мәселелерге көбірек назар аударатын шағын ұйымдар құру арқылы шешуге болады. Бұл ең маңызды әлемдік мәселелерді шешуге және оларға жауап беруге. Олардың тереңдеуіне жол бермеу үшін жаһандық өзекті мәселелерді талқылаумен ерекше. Бірақ белгілі бір мәселелерді шешу үшін ұйымның көбірек мобильді және азырақ формалды қалыбына ие болған дұрыс болады. Үндістан қолданыстағы нормалардың өзгеруінің лайықты сенімділігіне алып келетін кез келген демократиялық шешімдерге қатысуға дайын. Жапония, Бразилия, Германия сынды көптеген елдер тіпті Африкада осындай өзгерістерге қызығуда. Африканың бұның құрамында 54 мүшесі бар. Алайда қауіпсіздік кеңесінің тұрақты өкілдік санатында бірде-бір мемлекеті жоқ. Ол оларға қатысты тарихи әділетсіздік. Егер бұл халықтарды танытатын ұйым болса, онда ол демократиялық болу керек және адамзаттың алдынан бір бөлігінің тілегі мен үмітінің елемеуіне болмайды. Біздің мақсатымыз техникалық тұрғыдан алғанда бұл құрылымын өзгерту. Өйткені ол ұйым көптеген жақсы және пайдалы қасиеттерге ие, бірақ ол қазіргі қажеттіліктерге және талаптарға сай болмаса, адамдар немесе мемлекеттер мәселе шешудің басқа жолдарын қарастыра бастайды. Және бұл барлық мағынада барлығы үшін жақсы емес. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіндегі жұмыс біздің жаһандық тұрақтылық пен қауіпсіздікті ғана емес, сондай-ақ нақты адамдардың өміріне тікелей әсер ететін шешімдерді әзірлеу үдерісіне белсенді қатысу арқылы біздің дипломаттарымыздың естерінде қалды. Саяси мүдделер үшін айқын шешімдер құрбан болғанда, түңілу одан да қатты есте қалады. Нәтижесінде түсінбеушілік пен сенімсіздік арта түседі. Бұл өте жиі кездесетін жағдай, бірақ көп жағдайда есте қалады. Ең алдымен, біз бүгінгі таңда көретініміз бұл қауіпсіздік кеңесіндегі шиеленіс. Өкінішке орай, қауіпсіздік кеңесі көптеген мәселелер бойынша ортақ тіл таба алмауда. Көзқарастар әртүрлі. Жүзеге асырылып келе жатқан өзгерістер көп емес. Бірақ бізге реформа керек екені анық. Конечно, организация нуждается. Әрине, ұйымды жақсартып, тиімділікті артыру қажет. Ее секретариат, ее методология. Оның хатшылығы, жұмыс істеу әдістері.
Все это должно вести к Осының повышению барлығы эффективности тұрақты работы бюрократиялық өзгерістерге организации, жол а не бермей, очередным бюрократическим. ұйымның жұмысының тиімділігін артыру Но тиіс. Бірақ кардинальные түбегейлі реформаға честно қажеттілігі говоря, жоқ деп я ойлаймын. не вижу необходимости. Ұйымның Потому что, үйлестіру реформасы чтобы дегеніміз. кардинальная реформа Бұл сонда организации, это что, 1945 изменение жылы того пайда миропорядка, болған который был әлемдік создан с ее тәртіптің созданием в өзгеруі ме? 1945 году. Бәлкім олай емес шығар. Қазақстан біріккен ұлттар ұйымының реформасы бойынша мәселелерге өз ұстанымын қалыптастырды. Бұл қауіпсіздік кеңесінің реформасы, бұл қызметі, әрине бұл толықтай дамып жетілді. Вернусь к юбилейной 70-й сессии. Мен 2015 жылы бұл бас ассамблеясының 70-ші мерейтойлық сессиясына қайтып оралайын. Чтобы экономический, социальный... Дәл сол кезде біздің президентіміз бұл экономикалық және әлеуметтік кеңесті жаһандық даму кеңесіне айналдыруға шақырды. Оның болашақта экономикалық реттеушінің функцияларын орындауы мүмкін. Бұл идеяның бүгінгі таңда іске асуы қиынға соғуы мүмкін. Трудно осуществимо, но это очень далеко идущее. Бірақ ол өте алысқа барады. Нәтижесінде әлемдік жаңа экономикалық тәртіпті қалыптастыруды әкелетін өте үлкен бастама. Нақтырақ айтқанда, қарапайым адамдардың ұмтылысы бұл қызметінде көрініс табуға бағытталған. Нашли отражение чаяния простого населения. Қазақ жерінде 40 жыл бойы 456 ядролық сынақ өткізілді. Радиация кең аумақты ластап, 500 000 адам зардап шекті. Ядролық эксперименттердің салдары әлі күнге дейін жергілікті тұрғындардың өміріне әсер етуде. Белгілі ақын Олжас Сүлейменов бастаған Невада Семей антиядролық қозғалысы бүкіл әлемге қарапайым адамдардың ядролық құмарлықты тоқтата алатындығын көрсетті. 1991 жылдың 29 тамызында әлем тарихында алғаш рет халықтың еркі бойынша президент жарлығымен Нұрсұлтан Назарбаев Семей ядролық полигонын жаптырды. Қазақстан қуаты бойынша әлемдегі 4-ші ядролық әлеуеттен өз еркімен бас тартты. Мы добровольно ликвидировали огромный потенциал ядерного оружия в стране, который... Біз Ұлыбританиядағы Франция мен Қытайдың ядролық әлеуетінен асып түсетін елдегі ядролық қаруды ерікті түрде жойдық. Біздің аумағымызда 400 оқытық болды, және мемлекет басшысы осы қырғанға ұшырататын қарулардан елден шығару туралы тарихи шешім қабылдады. Осылайша басқа елдерге де үлгі болды. Ядролық сынақтарға қарсы норманың қабылдануы бұл Қазақстанның жаһандық деңгейде сөзсіз көшбасшылықты көрсетуі. Семей ядролық полигонын жабу туралы шешім маңызды саяси және тәжірибелік жетістік болды. Қазақстанның ядролық сынақтарға қарсы халықаралық күні құру туралы ұсынысы 29 тамызда біз жыл сайын атап өтетін маңызды оқиға болып табылады. Сіздер сондай-ақ орталық Азиядағы ядролық қарудан азат аймақ құруда маңызды рөл атқардыңыздар. Бұл бізді ядролық қарудан азат етілген әлемге жақындату үшін өте нақты және маңызды үлес. Қазақстан әлемді қырғынға ұшырататын қарудан толықтай құтылуына бастама жасауға құқылымыз деп санайды. Алайда барлығы ойдағыдай бола бермейді. Қазақстан достойно себя проявил. Қазақстан қауіпсіздік кеңесінде өзін лайықты тұрғыда көрсетті. Бұл әсіресе 2017 жылы қаңтар айында Қазақстан төрағалығының орталық іс-шарасы жаппай қырып жоятын қаруды таратпау болды. Ол президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың төрағалығымен өтті. Біздің қазақстандық әріптестеріміз қауіпсіздік күн тәртібіне жаппай қырып жоятын қаруды таратпау саласындағы сенім шараларын күшейту жайындағы өзекті тақырыпты қойды. Бұл бүкіл әлемдік қауымдастықтың мақсаты. Өкінішке орай, бұл жағдай әлі де жетіле қойған жоқ. Стратегиялық тұрақтылық ядролық қаруға ие болудан анағұрлым кеңірек қойған. Өкінішке орай, бір уақытта ядролық қарудың жойылуы қазіргі уақытта стратегиялық тұрақтылық мәселесін шешпейді. Бірақ ұзақ мерзімді мақсат ретінде онымен бөлісіп, оған ұмтылатын боламыз. Долгосрочная цель, мы ее разделяем, и мы будем к этому стремиться. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде өз өкілдігін пайдаланып отырып, Қазақстан бүкіл әлем үшін ядролық қарусыздану қажеттілігін тағы да мықтап атап өтті. Бұл идеяны біздің өңірдегі басқа елдер де қолдап отыр. For us, we are surrounded by nuclear powers.
Біз ядролық державалардың қоршауындамыз. Үндістан, Пакистан мен Қатар біздің аймақта ядролық қаруға ие басқа да елдер бар. Біз бірнеше мәрте біздің аймақты қарусыздануға шақырдық. Біз бұл идеяны қолдаймыз және ядролық бомбалар мүлдем қажет болмайтын уақытты күтеміз. And we welcome that. And we hope we reach a time that there is no need for nuclear bombs in our region. India, which has always been for nuclear Үндістан әрдайым ядролық қарусыздануды қолдады және осы мақсатты алға жетелуін жалғастыруда. Алайда қарусыздану кемсітушілікке емес, егемендіктің теңдігіне негізделуі тиіс. Ядролық бестіктің кейбір мүшелері арасында айқын келіспеушіліктерге қарамастан, олардың бәрі төрағалық мәтінін қолдап, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың мәлімдемесінде жаппай қырып жоятын қаруды таратпау әлемдік деңгейдегі қақтығыстарды болдырмау үшін алғаш рет іс жүзінде танылды. Қаруды таратпау мәселесі өте күрделі. Бес жетекші мемлекет мұнда бірігіп отыр. Олар қазіргі уақыт қарусыздану таратпау туралы әңгімелейтін уақыт емес деп санайды. Ал біздің президент осы тақырып бойынша сөз сөйлейтінін айтты. Және оның ойы дұрыс болып шықты. Өйткені оның айтқан сөздерінің мәні өте позитивті қабылданды. Реалии сегодняшнего дня таковы, что многие конфликты можно предупредить. Бүгінгі күннің шындығы әлемдегі ядролық державалар арасындағы өзара түсіністік пен өзара сенімділік арқылы ғана көптеген жанжалдардың алдын алу, тиімді реттеуге болатындығында. Олар ядролық апатты болдырмау үшін адамзат алдында ең жоғары жауапкершілікті көтереді. Дәл осы негізгі ядролық державалар ядролық қарусыз әлем үшін күрестің басында болу керек. Жаппай қырып жою қаруын қысқартудың үлгісін көрсетулері қажет. Бірақ бұл оған қатысы жоқ елдер назардан тыс қалады дегенді білдірмейді. Алайда екінші жағынан, егер ірі ядролық державалар ядролық қаруды сақтап, жетілдіре береміз, ал қалғандарына тыйым салынған деп айтуы, меніңше жақсы пікір деп ойламаймын. Сондықтан, мен осы бағытта бірге жұмыс істеуге шақырамын. Әлемдік қоғамдастық бұл өзінің әртүрлілігімен біздің планетамызда тұратын ұлттар мен халықтар арасындағы тепе-теңдікті, үйлесімділікті дамыта алады, тіршілікке қабілетті, көп құрылымдылығымен күшті бір тұтас аңса. Сондықтан, халықаралық құқықтың үстемдігіне негізделген аса қауіпсіз, өте әділ әлем тәртібіне жету үшін бірлесе отырып жұмыс істеуіміз керек. Более справедливого мирового порядка, основанного на верховенстве международного права. Жаппай қырып жоятын қару бұл адамзаттың өміріне жаһандық қауіп-қатер. Өз-өзіне қол жұмсаған соғыс жағдайында ядролық державаларда осы қару-жарақсыз мемлекеттер де аман қалмайды. Қазақстанның қауіпсіздік кеңесінің жұмысына қатысуы өте пайдалы болды. Өйткені сіздер екі жақты байланыстыратын бейбітшіліктің жаршысы болып табыласыздар. Сіздердің президенттеріңіз әртүрлі діндер, түрлі қауымдастықтар арасында диалог орнатып, халықтар арасындағы қарым-қатынасты нығайтуда толыққанды саясатқа қол жеткізген. Осылайша қауіпсіздік кеңесіне мүшелік кезінде Қазақстанның ұстанған бағыты белгілі болды. Көптеген күрделі мәселелерде қауіпсіздік кеңесінің мүшелері бір-біріне түбегейлі қарсылық білдірген кезде Қазақстан өзін әрқашан өте маңызды және адал келіссөзші ретінде көрсетті. Ал мұның маңызы зор. Өйткені шыншылдық пен объективтілік бар жерде шешілмейтін мәселе болмайды. Айырмашылықтарды да жеңуге болады. Сол кезде ғана ақыл-ой мен пәтуалыстық рухы басым түсетіні анық. Қазақстан миссиясы Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде өз жұмысын, өзіне жүктелген міндеттерді табысты аяқтады. Дегенмен, біздің еліміз сыртқы саяси майданында бітімгершілік қызметін жалғастыратын болады. Сіздің Қазақстанда болғаныңызды білемін. Біздің еліміз жайлы қандай ой пікірдесіз? О жаратқан, ол соншалықты әдемі және ынтымағы жарасқан ел. Сіздердің президенттеріңіз Назарбаев сөз сөйлеген кезде мен өзіме, бұл өте рухани жағынан биік адам екен деп ойладым. Оның айтқан сөздеріне көңілім толды. Ол діннен тыс мәселелерді қозғады. Және ол кісі бәрімізде әділетті қоғамда өмір сүруге ұмтылуымыз керек. Өйткені бәріміз соған лайықпыз. Жердегі барша адамзат баласы бір-біріне ұқсайды. Олардың арасында айырмашылығы жоқ деді. Мұны жақсы түсінеді екен. Оны мен сездім.
Мен мұны өз өмірін рухани дамуға арнаған индуист монах ретінде айта аламын. Біз бәріміз жарқын көшбасшылыққа жетуге тырысуымыз керек. Біз менталдық және физикалық тұрғыдан төмен деңгейде қалмауымыз керек. Себебі бұл жануарлар өмір сүретін бәсекелестіктің деңгейі. Бәсекелестік деңгейі мен өзімшілдік. Бұл деңгейде адамгершілікке орын жоқ. Біз бір-бірімізге қарайтын, бір-бірімізді еститін, бір-бірімізге қамқорлық жасап, әлемдегі әрбір серіктесімізден көретін әлеуметтік деңгейге көтерілуіміз керек. Содан кейін біз одан да жоғары деңгейге, жарқын көшбасшылық деңгейіне көтерілуге тиіспіз. Қазақстан барлық елдерді ішкі жан дүниелеріне құлақ салуға және бар әлемге бейбітшілік орнатуға бар күш-жігерін жұмсауы керек. Сондай-ақ балалар болашағының қандай болатынын айқындауымыз керек. Осындай ма? Жоқ, әлде мынадай ма? Біз оларға планетаны қандай күйде қалдырамыз? Осындай ма? Әлде мынадай ма?